Амансыздар ма балалар, қалдарың қалай? Балалар, мынандай бір есеп қарастырайық. Зеңбірек пен меже бір деңгейде бір-бірінен 5,1 км қашықта орналасқан. Бастапқы жылдамдық 240 метр секунд болатын зеңбірек межеге қанша уақытта жетеді? Балалар, не сұлбаны салып қойдым. Бұл көкжиекке бұрыш сайлақтырған дененің қозғалысы. Яғни бұл жерде дене бір мезетте екі қозғалысқа қатысады. Ой күшесінде дүзістікті бір қалыпты қозғалысқа, ал ой күргесінде дүзістікті бір қалыпты тең айырмалы қозғалысқа. Сондықтан біз екі қозғалысын теңдеуін жазамыз. Ой күшесіне ел тең болады v нөлевой x көзілген t. Біріншіден де ой үргесіне h тең болады v нөлевой y t минус жітті квадрат бөлінген 2. Себебі балар, бізде ой күшесінде ауаны кедергі күшін ескермесек, онда ешқандай күш жоқ. Ешқандай күш болмаса, онда Ньютон бірінші заңы бойынша дене өз жылдамдығын сақтайды. Ал ой үргесінде ауыр күштің әрекетінен дене үдемелі қозғалыс алады, үдеу алады. Енді балар, біз осы біріншіні екінші теңдеумен шығарайық десек, бізде v нөлевой x және v нөлевой y жоқ. Өйткені бұл ой x және ой үргесінде құраушысы ғой. Енді ой x ой үргесінде құрауышысын сұлба қарап салайық. Мына жерде ОАЦ тікбұрыш үшбұрышта, яғни бұрышқа іргелескен катеттің гипотенуза қатынасы косинус альфаны береді. Яғни осы айтқанымыз жазайық. Сонымен v нөлевой x-тің v нөлевой қатынасы косинус альфа. Осы жерден v нөлевой x тауып алайық балар. v нөлевой x тең болады v нөлевой көзілген косинус альфа. Келесі, бұрышқа қарсы орналасқан катеттен гипотенуза қатынасы синус альфаны береді. v нөлевой y тауып алайық. Сонымен v нөлевой y-тің v нөлевой қатынасы синус альфа. Осы жерден v нөлевой y төріндегі шығарайық балар. v нөлевой y-іміз v нөлевой синус альфа. Енді 4 пен 5-ті 1 мен 2 қойып тағы жазып көрейік. ой күшесінде сонда ел тең болады v нөлевой косинус альфа t. Ой үргесі бойынша h тең болады v нөлевой синус альфа t минус жітті квадрат бөлінген 2. Балар, бұл жерден де уақытты таба алмаймыз. Өйткені бізде не синус жоқ, не косинус жоқ. Енді ары қарата балар, біз мына жетіншісіне деме жұмыс істейік. Ол жерге құлап түскен кезде біздің ашымыз нөлге тең. Ары қарата жазайық. Сонда 0 тең болады v нөлевой синус альфа t минус жітті квадрат бөлінген 2. Сонымен v нөлевой синус альфа t тең болады жітті квадрат бөлінген 2 деп жазуымызға болады. Бұл жерде тыным біреуін қысқартып жіберейік. Енді осы жерден синус альфаны тауып көрейік болар. Синус альфа тең болады ж т бөлінген 2 v нөлевой. Бірден 12 бөлек 5 т бөлінген 240. Балар, 5-ке қысқартып жіберейік. Қыштамда шығармасақ өте күрделі есеп. Сонымен 240-ты бөлемін 5-ке 48. Т бөлінген 48 болды. Т бөлінген 48. Сонымен синус альфаны мәнін тауып алдық. Т бөлінген 48 болды. Келесі, косинус альфаны 6-шы теңдеуді жазайық балар. Елдің мәні бізде қанша балар? 5100. 6-шы теңдеу үшін, 6-шы теңдеуден деп жазып қояйық сіздерге түсінікті болу үшін балар. 5100 тең болады 240 косинус альфа t. Осыдан косинус альфаны табайық балар. Косинус альфа тең болады 5100 бөлінген 240 t. 510-ды 24-ке бөліп тағы да ықшамдап алайық. Жерде
10 екінші теңдеу болсын. $510 бөлу 24. 21,25. Косинус альфа тең болады 21,25 бөлінген т қалды. Бұл бізден 13-ші теңдеу. Біз балалар алгебрада мынандай формула білеміз. Өте қарапайым формула. Косинус квадрат альфа плюс синус квадрат альфа. Енді осыны қолданайық. 10 мен 13-ті 14-ке қойық деп жазайық балалар. 10 мен 13-ті 14-ке қоямыз. Қояйық сонымен балалар. 10-ымыз біздің т квадрат бөлінген 48-дің квадраты қосу 21,25-тің квадраты бөлінген т квадрат тең 1-ге. Енді арғарытта ортақ бөлім келтірек балар. 48 квадраттай сұрайық. Бірден 48 көбейту 48. 2304. 2304 тінің квадраты. Жерде т квадрат болады. Білеміз е? Тінің 4 дәресі қосу. Сонда 21,25-ті квадраттап 2304-ке көбейтейік сонымен. 21,25 көбейту 21,25 көбейту 2304. 1,40,400. 1,40,400 тең 1 болды. Енді бөлімін теңдіктің оң жағына шығарайық. Тының 4 дәресі плюс 1,40,400 тең болады 2304 тының квадраты болды. Квадрат тең деп шыққалы жатыр. B квадрат тең деп шыққалы жатыр балалар. Сонымен тының 4 дәресі минус 2304 тының квадраты плюс 1,40,400 тең 0. Бұл бізден 19 теңдеу. Сонда енді тының 4 дәресі т квадрат деп квадрат теңдеу келтірейік. Т квадрат минус 2304 т плюс 1,40,400 тең 0-ге. Дискриминант табайық. Д тең болады 2304-тің квадраты минус 4 көбейтілген 1,40,400 тең болады. 2304 көбейту 2304 5,3,800 5,3,800 416 3,416 минус 1,40,400 көбейту 4,161,600 4,161,600. Сонымен Д тең болады. Аламыз 5,308,000 5,308,416 416 алу 416,416,000 4,161,161,600 1,46,816. Енді осыдан түбір шығарайық. Түбір тең болады. 1,146,816 түбір астында 1,146,816
10,70,89,49 деп жазсақ. Деген сонымен мынада тыбыр штрих 1-2 плюс минус 2304 плюс минус 1070,89,49 бөлінген 2. Тыбыр штрих тауып алайық балар. Тыбыр штрих тең болады. Осыны 2304-ке қосып, 2304-ті қосамыз. 1070-ке бүтін 89,49,89,49-ға бөлеміз. 2 16,087 16,87 44,74 арада жазбай қойық болар. Енді Т2 штрихті, мынау плюсмен алдық. Т2 штрихті минусмен алайық. 2304-тен алып тастаймыз онда керісінше. 2304 алу 1070,89,49 бөлемін 2-ке 616 ма? 616 55. Енді балар Т1-ді тау үшін бұл турасын аламыз, балар. Т1 штрихті. Т2-ні тау үшін Т2 штрих тауымыз. Енді 16,087 турасында 16,087 бізде 41 секунд шықты балар. Келесін. Турға аламыз 616-ны. 616 24 24,18 25 секунд шықты дейік балар. 25 секунд. Сомен жауап балар. Т1 бізде 41 секунд шықты. Т2 25 секунд шықты. Жауабы деп жазып қойық балар. Жауабы. Осымен балар сабағымыз аяқталды. Қош сау болыңыздар.